Қауынның хош иісі мен тәттілігінен бөлек денсаулыққа көптеген пайдасы бар. Қауын жасұныққа бай, сондықтан ішектің жұмысын жақсартады. Қауынның құрамында фолат, К дәрумені және магний бар. Олар сүйектің саулығы үшін аса маңызды. Қауынның құрамында калий көп болғандықтан ол қан қысымын төмендетеді екен. Қауында коллагеннің бөлінуіне әсер ететін және теріңізді күн сәулесінен қорғайтын С дәрумені бар. Сонымен қатар аскорбин қышқылы иммунитетті нығайтады. Қауынның құрамында темір, калий, кальций, магний, В, С және А топтарының дәрумендері көп. Солардың әсерінен қауын ісіктердің пайда болуының алдын алып, жүрек-қан тамырлар жүйесі аурулары мен диабеттің алдын алатын құрал болып табылады. Қауынның денсаулыққа зияны. Бала емізетін әйелдерге қауын жеуге болмайды, себебі сәбидің ас қорытуын бұзуы мүмкін. Сонымен қатар қант диабеті, асқазан және аш ішек жарасынан зардап шеккендерге зиян болып табылады. Сондай-ақ ішек бұзылуына да қауынды көп жемеген абзал. Қауынның құрамында жасұнықтың көптігіне байланысты ол ауыр өнім болып табылады. Егер қауынды ішімдікпен араластырса, іш өтетіні анық. Сондықтан қауын жеген кезде суық су, әсіресе қышқыл сүт, айран ішуге және йогурт жеуге болмайды.